Өздерің білетіндей, Қазақстанның батыс аймағында мұнай өндіріледі. Олай болса, Қазақстан да мұнай өндіруші елдердің қатарына кіреді. Мұнай еліміздің экономикасында едәуір маңызды рөл атқарады. Мұнай өндіруші елдердің арасында Қазақстан көш бастап тұр. Өздерің білетіндей, мұнай қою қара қоймалжың сұйықтық жануға бейім зат болып келеді. Қою қара түстен ақшыл сары түске дейін өзгереді. Негізгі құрамында циклопарафин ароматты қаныққан көмірсутектерден тұрады және сонымен қоса құрамында оттегі, азот, күкірттің болуымен сипатталады. Оның қою қара түстен ақшыл сары түске дейін өзгеруі осы құрамындағы күкірттің мөлшеріне байланысты. Күкірт неғұрлым көп болса, күкірттің өзі сары түсті болғандықтан мұнайдың түсін ақшыл сары түске өзгертеді. Мына қолымыздағы заттар таза мұнай. Мұнайдың өзі өңделмеген шикі мұнай осындай қоймалжың қара түсті болып келеді. Ал мынау түрлі өңделген өткен мұнай өнімдері. Бұл бізде мазут, пластмасса, вазелин және бензин. Мұнда да түрлі өңдеулерден өткен мұнай өнімдері. Өздерің білетіндей, өңделмеген мұнай шикі мұнай деп аталады. Мұнай түрлі өңдеуден түрлі сатылардан өткеннен кейін күнделікті өмірдің көптеген саласында қолданылады. Оның ішінде жанар-жағар май ретінде, майлағыш май ретінде, мұнайлы битумдарда, мұнайлы еріткіш ретінде қолданылады. Парафин, вазелин жасауда, техникалық көміртек ретінде, органикалық синтезге, шикізат ретінде көптеп қолданылады. Мұнай, бұл сөзді естіген бойда әртүрлі дүниені көз алдында елестетері сөзсіз. Бірі қара түсті сұйықтық туралы ойлай жүрмесе, енді бірі биржадағы бағаларды еске түсіру мүмкін. Сондай-ақ бүгінде мұнайдан жасалған өнімдерді күнделікті өмірде, мысалы киім-кешек не тағам ретінде тұтынып жүргенімізге таңғалмайтын болдық. Әлбетте, кейінгі 10 жылдықта отандастарымыздың экономикалық сауаты біршама артты. Әйтсе де кез келген адам мұнай терминологиясын өз бетінше жіктей алады деп айта алмасымыз анық. Сондықтан да бағдарламамыздың бүгінгі санында баррель деген өлшем бірлігіне қатысты ұғымдарды қарапайым тілмен түсіндіруді жөн көріп отырмыз. Сайып келгенде осыншама мұнайдан қандай өнімдер өндіруге болатынына тереңірек тоқтала кетейік. Сонымен, баррель дегеніміз әлемдік нарықтағы мұнайды өлшейтін өлшем бірлігі. Оның көлемі 159 литрге немесе 42 галлонға тең. Ертеректе мұнай осындай көлемдегі бөшкелермен тасымалданған болатын. Себебі дәл осы көлемдегі жүкті бір адам оп-оңай тасымалдай алған көрінеді. Сонымен баррель дегенде 159 литрлік мұнай шикізатын көз алдымызға елестететін болдық. Ендеше оны қайдан деген кезде мұнайдың көлемі тағы 9 литрге көбейетінін де біле жүрміз. Демек қайтымдырген мұнайдан 168 литрлік түрлі мұнай өнімін алады екенбіз. Аз ба көп пе? Қанекей тексеріп көрелік. Бір баррельден 85 литр бензин алуға болады. Мұнша жанар-жағар маймен шамамен 1000 шақырым жерді артқа тастауға мүмкіндік бар. Бұл әрине шама-шарқы орташа деңгейлі темір тұлпарға қатысты болжам екенін естен шығармаған жөн. Ал 25 литр дизель отыны құйылған трактормен 70 шақырымдай жерді жүріп өтесіз. Әлгі бір баррель мұнай шикізатынан 0,7 литр авиациялық отында шығады. Алайда мұнша мөлшердегі отынмен америкалық Boeing 747 мүсіндегі ұшақ ары кетсе 1,5 шақырым жерді еңсере алады. 6 литрге жуық мазутты локомотивтер мен кемелер және электр генераторына отын ретінде пайдалануға болады. Сондай-ақ 4,5 литр сұйылтылған газ аламыз. Оны әдетте үй-жайды жылытатын немесе автокөлік отыны ретінде қолданамыз. Сонымен қатар сұйылтылған газ алуан түрлі аэрозольдің құрамында да кездеседі. Текшеленіп жемтектелген 1,5 келі ағаш көмірі, торттың бетін әрлейтін балауыздан жасалған шамның 170 данасы. Балауыз шамдарда мұнай өнімі болып табылады. Негізгі мұнайды өңдеу екі әдіспен, физикалық және химиялық әдіспен. Физикалық әдіс мұнайды айдау деп аталады, яғни ретификация. Мұнайды арнайы қондырғыға енгізіп, температураның қатысында өңдеу. Әртүрлі температурада әртүрлі өнім алынады. Химиялық әдіс крекингілеу деп аталады, яғни бөлшектеу. Крекингілеу екі түрге бөлінеді: термиялық және катализдік. Термиялық температураның қатысында катализдік өршіткі арқылы жүзеге асырылады. Мұнай екі реттік өңдеуден өтеді. Алғашқы өңдеуінде мұнайды қыздырып фракцияларға бөледі. Нәтижесінде газ, бензин, керосин, дизель, мазут өнімдерін алады.
алдыңызда тұрған әрбір заттың қалай пайда болып, неден жасалғанын білесіз бе? Сіз бен біз күнделікті тұтынатын заттардың талайы мұнай мен оның компоненттерінен дайындалады. Мәселен, кеңсе тауарлары, тоңазытқыш, көзге тағатын жұқа линзаңыз, қалаберді шаш тәрлеуге арналған құралдар мен кірпік бояйтын сүрмеңіз, опа-далап қырнуға арналған гель мен шашты жуатын су сабын, тіпті аспирин де сол мұнайдың компоненттерінен өндіріледі. Аталған заттардың әрқайсының құрамында мұнайдың бір бөлшегі бар. Біле білсек, бүгінде 10 киімнің 8-і полиэстер деп аталатын материалдан тігіледі. Оныңызда кәдімгі мұнайды өңдеу арқылы алынады. Қазір таңда полиэстерсіз арнайы киім өндірісін елестету мүмкін емес. Еден жуушы, киімші, көлік жөндеуші, жедел жәрдем мен полиция қызметкерлері бәрінің де киімі осы материалдан тігіледі. Біздің есеп-қисабымыздан зерттеген болсаңыз, сандар әлеміне тағы бір зер салайық. Бір баррель мұнайдан сондай-ақ пластмасса өндіруге арналған 4 литр шикізат шығады. Біле білсеңіз, 1 миллион пластик бөтелке дайындау мақсатында шамамен 17 миллион баррель мұнай өнімі қайта өңделеді. Мұнай компоненттерінің бірі полиуретан әрбір үйдің төрінде тұрған диванды дайындауда көптеп қолданылады. Қайта өңделген 1 баррель мұнайдан 3 диван шығаруға болады. Айтпақшы, мұнай менен тағам 3 қайнаса сорпасы қосылмайтын салалар деп ойласаңыз, қателесесіз. Себебі бір қатар елдерде мұнай өнімдерінен алынған ақуыз негізінде дайындалған тағамдардың үлесі жылдан жылға артып келеді. Бір жылда өндірілген мұнайдың жалпы көлемінің 2% қайта өңделген кезде 25 миллион тоннаға жуық ақуыз алынады. Ал мұндай мөлшердегі өнімнен жасалған тағаммен жылына 2 миллиард адамның қарнын тойдыруға болады. Айтқандай, мұнай бөлшектері сағыздың құрамында да бар. Соруға арналған дәрілермен қатырлық чипсте де кездеседі. Мұнайсыз дүние бос десек, артық айтпаспыз. Оны сатамыз, жейміз, тіпті киеді екенбіз. Сонымен, бірақ баррель мұнайдан бензин ғана емес, пайдасы көл көсір алуан түрлі химиялық қосылыстарды алуға болатынын көріп отырмыз. Осындайда Дмитрий Менделеевтің әлгінде бір айтқан сөзі еріксіз ескеріп алады. Бакудағы мұнай өнеркәсібін бір жылға қойып дамытқан біртуар ғалым сонау 19 ғасырда мұнайды жай ғана жағу пешті бағалы қағаздармен жылытумен тең деп қынжылған екен. Қаншалықты дөп тауып айтылған сөз десеңізші. Демек, мұнай саласына қатысты түйісі бар адамдарға келешегі үшін қам жемеуіне болады десек артық айтпаспыз. Өйткені кем дегенде тағы 25 жыл бойы мұнайшылардың негізгі өніміне деген сұраныс артпаса кемімейді. Жоғарыда атап өтілген ақпараттарды қорытындылай келе тапсырма орындайық. Кестемен жұмыс жасайық. Бізге берілген кестеден мұнайдың фракциялары, көмектегі атомдардың саны, оның қайнау температурасы және ағылшынша атауын табуымыз керек. Бізде бір анықтамалар берілген, осыған қарап кестені толық толтыруымыз керек болады. Өз біліміңді сынап көріңіз. Тапсырманы орындап болған болсаң, кестеден дұрыс жауабын тексер. Сонымен қорытындылай келе, мұнай өндіру дегеніміз шикі мұнайды түрлі пайдалы өнімдерге айналдыратын химиялық технология.